Данелия, қарашы, наннан қайық жасауға болады. Омар, маған да жасап берші. Балалар, нанмен ойнауға болмайды. Ас атасы нан деп бекер айтылмаған. Нан еңбекпен келетін қадірлі ас. Әкешім, нан қалай жасалады? Ең алдымен диқандар көктемде жерге тұқым себет. Одан егін өніп шығады. Мен күнмін. Мен дәндерге жылу беремін. Олар жылу арқылы өсіп шығады. Мен бұлтпын. Мен жаңбыр жауамын. Дәндерді суғарамын. Оны жаз бойы күтіп баптайды. Күзде пісіп жетілген астықты комбайнмен орып алады. Мен комбайнмын. Бидай пісіп жетілгенде оны орып аламын. Мен жүк көлігімін. Дәнді дерменге жеткізіп беремін. Мен дерменмін. Дәнді тартып ұн етіп шығарамын. Мен наубайханашымын. Ұннан неше түрлі нандар мен тәтті бәліштер пісіремін. Көрдіңдер ме балалар? Мұның бәрі адамдардың еңбегі. Сондықтан да нанды қадірлеуіміз керек. Енді нанмен ойнамаймыз. Иә, енді біліп жүретін боламыз.